Hello guys, my name is Diana and I'm your English tutor at AIPLUS. And today we are going to talk about traditional British cuisine. Барлықтарыңызға сәлем, менің есімім Диана және мен сіздердің AIPLUS республикалық білім беру орталығындағы ағылшын тілі пәнін беретін тренерлеріңіз боламын. Және бүгін біз дәстүрлі британдық тағам туралы өтетін боламыз. Всем привет, ребята! Меня зовут Диана, и я ваш тренер английского языка Республиканского образовательного центра AIPLUS. И сегодня мы будем говорить о традиционной британской кухне. Okay, guys, before the main topic, let's review the quiz from the previous lesson. Ал енді балалар, жаңа тақырыпқа көшпес бұрын алдыңғы сабақтың бақылауын бірге талқылап шығайық. Итак, ребята, давайте разберем след с прошлого урока перед тем, как переходить к новой теме. The question number 1. My father has seen that movie 3 times. The right option is C. Бірінші сұрақ. Менің әкем бұл фильмді 3 рет көрген. Бұл оның әкесінің тәжірибесін көрсетеді. Осыған байланысты present perfect болады. Дұрыс нұсқа C. Мой отец видел этот фильм 3 раза. Это показывает опыт его отца, поэтому будет present perfect. Правильный вариант это C. The question number 2. I have worked here since I left school. The right option is C. Мен мектепті бітіргеннен бері осында жұмыс істеймін. Бұл бұрын басталып, әлі күнге шейін жалғасып келе жатқан әрекет, осыған байланысты дұрыс нұсқа C болады. Have worked. Present perfect. Я работаю здесь с тех пор, как окончил школу. Правильный вариант здесь будет C. Have worked. Будет present perfect, потому что это действие началось в прошлом и все еще продолжается. The question number 3. I've been to Europe once. It was in 1994. The right option is A. Was. Үшінші сұрақ. Мен Европада 1 рет болдым. Ол 1994 жылы болған. Бұл жерде нақты уақыт жазылған, немесе мұнда жыл жазылған. Осыған байланысты past simple болады. Дұрыс нұсқа A. Третий вопрос. Я был однажды в Европе. Это было в 1994 году. Здесь указана точная дата, то есть точный год, поэтому будет past simple. Правильный вариант A. The question number 4. I'm sorry, but I haven't finished my report yet. The right option is C. Төртінші сұрақ. Кешірім өтінемін, бірақ мен әлі есепті аяқтаған жоқпын. Бұл жерде present perfect болады, себебі yet деген сигналды сөз жазылған. Прошу прощения, но я еще не закончил свой отчет. Здесь также будет present perfect, потому что мы здесь можем увидеть сигнальное слово yet. Правильный вариант будет C. The question number 5. Have you done your homework? The right option is B. Бесінші сұрақ. Сен үй жұмысын жасадың ба? Дұрыс нұсқа B болады, себебі do деген етістіктің үшінші түрі done болады. Пятый вопрос. Ты сделал домашнее задание? Правильный вариант будет B, потому что третья форма do это done. The question number 6. How much does it cost? I'm selling it for $2,500. The right option is B. Алтыншы сұрақ. Бұл қанша тұрады? Мен оны $2,500 сатамын. Бұл жерде cost деген сөз ақша тұру дегенді білдіреді, осыған байланысты B нұсқасы дұрыс болады. Сколько это стоит? Я продаю его за $2,500. Правильный вариант здесь будет B, потому что слово cost переводится как стоить. The question number 7. These shorts are too small. I need a larger size. The right option is A. Жетінші сұрақ. Маған үлкенірек өлшем керек делінген, осыған байланысты шолақ шалбар тым кішкентай болады. Дұрыс нұсқа A. Седьмой вопрос. Здесь написано, что ему нужен размер побольше, поэтому эти шорты для него слишком малы. Таким образом, вариант A будет верным. The question number 8. Can I try it on? Sure. There's a changing room over there. The right option is B. Сегізінші сұрақ. Мен оны киіп көре аламын ба? Әрине, киім ауыстыратын бөлме ана жақта. Киіп көру ағылшынша try on деп аударылады. Осыған байланысты B нұсқасы дұрыс болады. Восьмой вопрос. Могу ли я его примерить? Конечно, там есть раздевалка. Правильный вариант будет B, так как слово примерять переводится как try on. The question number 9. I like the color, but the size is too large. The right option is B. Тоғызыншы сұрақ. Маған түсі ұнайды, бірақ өлшемі тым үлкен. Өлшем ағылшынша size болып аударылады, осыған байланысты B нұсқасы дұрыс болып есептелінеді. Девятый вопрос. Мне нравится цвет, но размер слишком большой. Размер переводится как size, поэтому вариант B будет верным. The question number 10. This is a place in a shop where you can try some clothes on. The right option is A. It is changing room. Оныншы сұрақ. Бұл дүкендегі киімді киіп көруге болатын орын. Дұрыс нұсқа A болады. Changing room. Киім ауыстыратын бөлме. Десятый вопрос. Это место в магазине, где вы можете примерить какую-нибудь одежду.
Правильный вариант будет A, это changing room, либо примерочная. So, let's move on to our main topic. And here, you can see the exercise number 1. In this exercise, they are given some words. I think that you know them, that's why we won't write the translations. And in this exercise, you have to complete the sentences with the words from the list. And I will give you 10 minutes for it. Put a video on pause. Ал енді балалар, жаңа сабағымызға көшейік. Және бұл жерде сіздер бірінші жаттығуды көресіздер. Бірінші жаттығуда белгілі бір сөздер берілген. Оның аудармасын сіздер білесіздер деп ойлаймын. Осыған байланысты оны жазбаймыз. Ал бұл жаттығуда сіздер сөйлемдерді тізімдегі сөздермен толықтырып шығу керексіздер. Және оны орындауға 10 минут уақыт беремін. Видеоны паузаға қойыңыздар. Итак, ребята, давайте перейдем к новому уроку. И здесь вы можете видеть первое упражнение. Также здесь вам даны новые слова, но я думаю, что вы знаете перевод этих слов. И в этом упражнении вы должны дополнить предложение со словами из этого же списка. И на данное задание я вам дам 10 минут, поставьте видео на паузу. Number 1. Apples and oranges are two kinds of fruit. Алма мен апельсин жемістің екі түрі. Яблоки и апельсины – это два вида фруктов. Number 2. Many people like to get up early in the morning and have a big breakfast. Көптеген адамдар таңертең ерте тұрып, таңғы ас ішкенді ұнатады. Многие люди любят вставать рано утром и плотно завтракать. Number 3. Many people like to add sugar and milk to their coffee. Көптеген адамдар кофеге қант пен сүт қосуды ұнатады. Многие люди любят добавлять сахар и молоко в свой кофе. Number 4. I eat dinner at about 6 or 7 p.m. Мен шамамен сағат 6-да немесе 7-де кешкі ас ішемін. Я ужинаю около 6 или 7 вечера. Number 5. Steak is a kind of meat. Steak бұл ет түрі. Steak – это разновидность мяса. Number 6. Chickens lay eggs. Тауықтар жұмыртқа салады. Курицы откладывают яйца. Number 7. Carrots, potatoes and peas are three different kinds of vegetable. Сәбіз, картоп және бұршақ үш түрлі көкөністер. Морковь, картофель и горох – это три разных вида овощей. Number 8. You must have bread when you want to make a sandwich. Сэндвич жасағыңыз келсе, сізде нан болу керек. У вас должен быть хлеб, когда вы хотите сделать бутерброд. Number 9. My brother likes to eat fish. It comes from the sea. Менің ағам балық жегенді ұнатады. Ол теңізден алынады. Мой брат любит есть рыбу. Она берется из моря. Number 10. I don't like to drink tea, coffee or milk. I just like to drink water. Маған шай, кофе немесе сүт ішкен ұнамайды. Мен жай ғана су ішкенді ұнатамын. Я не люблю пить чай, кофе или молоко. Я просто люблю пить воду. Number 11. My classmates and I have 1 hour between 12 o'clock and 1 o'clock to eat lunch. Менің сыныптастарым мен менде түскі ас ішуге 1 сағат. Сонда 12-ден 1-ге дейінгі уақыт бар. У меня и у моих одноклассников есть 1 час между 12 и часом, чтобы пообедать. Number 12. After dinner, many people like to eat something sweet, such as ice cream or cake. It is dessert. Кешкі астан кейін көптеген адамдар тәтті нәрсе жегенді ұнатады. Мысалы, балмұздақ немесе торт. Бұл десерт деп аталады. После ужина многие любят есть что-нибудь сладкое, например, мороженое или торт. Это называется десерт. Number 13. Some people like to drink coffee, while other people like to drink tea. Кейбір адамдар кофе ішкенді ұнатады, ал басқалары шай ішкенді ұнатады. Некоторые люди любят пить кофе, в то время как другие любят пить чай. Number 14. I want to learn how to cook food. Мен тамақ дайындауды үйренгім келеді. Я хочу научиться готовить еду. Number 15. Kids everywhere like to eat candy. However, it is bad for their teeth. Барлық жерде балалар кәмпит жегенді ұнатады. Алайда, бұл олардың тістеріне жаман әсер етеді. Дети везде любят есть конфеты. Однако, это плохо сказывается на их зубах. So, let's find out more about the traditional British food. Ал енді балалар, британдық дәстүрлі тағамдар туралы көбірек білейік. Итак, ребята, давайте узнаем больше о традиционных британских блюдах. Picture 1. Cornish pastry is a baked food made by folding pastry around a savory vegetable filling with or without meat. Корнуэльдік пісірілген нан бұл қамырды етпен немесе етсіз дәмді көкөніс салындысының айналасына қабаттау арқылы дайындалған піскен нан.
Корнуэльская выпечка – это выпечка, приготовленная путем складывания теста вокруг пикантной овощной начинки с мясом или без него. Picture 2. Fish and chips is popular British meal of deep fried fish and potato chips. Балық және чипсы қуырылған балық пен картоп чипстерінің қосындысынан тұратын танымал британдық тағам. Рыба и чипсы – это популярное британское блюдо из жареной во фритюре рыбы и картофельных чипсов. Picture 3. Full English breakfast is English-style breakfast of eggs, bacon, sausage, toast, baked beans, and etc. Толық ағылшын таңғы бұл жұмыртқа, бекон, шұжық, тосттар және пісірілген бұршақтар және тағы басқалары бар таңғы ас. Полный английский завтрак – это английский завтрак из яиц, бекона, колбасы, тостов, печеных бобов и так далее. Picture 4. Cottage pie is a baked dish of minced lamb or mutton covered with a layer of mashed potato. Картоп қосылған ет пісірмесі бұл картоп езбесімен қабатталып жабылған қозының немесе қойдың тартылған етінен жасалған тағам. Запеканка из мяса с картофелем – это запеченное блюдо из фарша ягненка или баранины, покрытое слоем картофельного пюре. Picture 5. Cornish cream tea is afternoon tea with fresh scones, colored cream and jam. Корнуэльдік кремді шайы немесе диваншир шайы бұл жаңа піскен тоқаштар, көпіршіктелген кілегей және джем қосылған түстен кейінгі шай. Корнуэльский кремовый чай или диванширский чай – это послеобеденный чай со свежими булочками, взбитыми сливками и джемом. Picture 6. Roast dinner is roast meat and vegetables with gravy, often with other dishes. Кешкі асқа қуырдақ бұл көбінесе басқа тағамдармен бірге қойылатын қуырылған ет және көкөністер. Жаркое на ужин – это жареное мясо и овощи с подливом, который часто подается с другими блюдами. Before the reading task, let's write down some new words. Criticize – сынау, критиковать. Indeed – шын мәнінде, действительно, на самом деле. Delicious – дәмді, вкусный. Sunday roast – сенбілік қуырдақ, воскресное жаркое. Main – басты, основной. Serve – беру, подавать. Although – алайда, хотя. Any – кез келген, любой. Consist of – құрамында болу, состоит из. Gravy – тұздық, подлива либо соус. Crispy – қытырлақ, хрустящий. Properly – дұрыс, правильно. Truly – расында, действительно. So, in exercise number 2, you have to read the text. I will give you 5 minutes for it. Put the video on pause. So, in this text, we can read some information about one of the British food, the Sunday roast. Бұл мәтінде біз британдық тағамдардың бірі, жексенбілік қуырдақ туралы кейбір мәліметтерді оқи аламыз. В этом тексте мы можем прочитать некоторые сведения об одном из британских блюд воскресное жаркое. So, in the next task, you have to answer the questions according to this text. I will give you 5 minutes for it. Put the video on pause. Бұл жаттығуда сіздер төменде берілген сұрақтарға жауап беру керексіздер. Оны орындауға 5 минут уақыт беремін, видеоны паузаға қойыңыздар. И в этом упражнении вы должны ответить на ниже перечисленные вопросы. И на это я вам дам 5 минут, поставьте видео на паузу. Number 1. Traditional British food has often been made from simple ingredients. It is true. Дәстүрлі британдық тағам көбінесе қарапайым ингредиенттерден жасалады. Бұл дұрыс. Традиционная британская еда часто готовится из простых ингредиентов. Это верно. Number 2. A Sunday roast was traditionally served on Sundays. The right option is C. Дәстүрлі түрде жексенбілік қуырдақ жексенбі күндері берілген. Дұрыс нұсқа C болады. Воскресное жаркое традиционно подавалось по воскресеньям. Правильный вариант будет здесь C. Number 3. What is a Sunday roast usually served with? Жексенбілік қуырдақ әдетте немен беріледі? С чем обычно подают воскресное жаркое? The option A. Roasted meat, Yorkshire pudding and gravy. Қуырылған ет, Yorkshire пудингі және тұздық. Жареное мясо, Yorkshireский пудинг и подлива. B. A dessert, Yorkshire pudding and gravy. Десертпен, Yorkshire пудингімен және тұздықпен. С десертом, с Yorkshireским пудингом и с подливой. C. Vegetables, Yorkshire pudding and gravy. Көкөністермен, Yorkshire пудингімен және тұздықпен. С овощами, Yorkshireским пудингом и подливой. And the right option is C. Бұл жерде дұрыс нұсқа C болады. И здесь правильный вариант будет C. Number 4. Gravy is made from fat and juices from the meat. It is also true.
Тұздық ет майы мен жыннан жасалған. Бұл дұрыс. Соус делается из жира и соков из мяса. Это тоже верно. Number 5. Yorkshire pudding is a dessert. It is false, because it is made from mixing eggs, flour and milk to make a batter. Yorkshire пудингі бұл десерт. Бұл дұрыс емес, себебі ол жұмыртқаны, ұнды және сүтті өзара араластыру арқылы жасалатын қамыр. Йоркширский пудинг – это десерт. Неверно, потому что это тесто, которое делается из смешивания яиц, муки и молока. Thank you guys for attention. Don't forget to learn new words and to do your home task. See you next time. Bye-bye.